Сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сізге Рамазан айында жасайтын осындай ерекше тағамның жасалуын көрсететін боламын. Міндетті түрде менімен видеоны толық қарап алыңыздар. Ең алдымен ыдысқа бір жұмыртқамызды салып, үстіне кәдімгі бөлме температурасындағы су, тұзды салып, кішкене араластырып жіберіп, еліктен өткізілген ұнды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамыр қатты емес, жұмсақ емес, қамыр-ауқаттың қамыры сияқты болу керек, қыздар. Қатты болып кетсе де, кейін піскен кезде ыңғайсыз созылып қалады. Енді бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін алып, жұп-жұқа етіп жаямыз да, осылай барлық жеріне кәдімгі сұйық май жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде сұйық майды жағып, ортасын екі бөлікке бөлеміз. Біреу қылып орасаңыздар, бұл өте қалың болып кетеді, сондықтан екі бөлікке бөліңіздер. Мен көк пияз қостым, сіздер басқа да начинкамен алмастырсаңыздар болады. Сәбізбен пиязды араластырып, немесе капустаны қуырып қоссаңыздар болады. Рулет етіп орап шығамыз, қыздар. Бұл жерде және де тағы да асқабақтың сезонында жасаңыздар, асқабақпен істесеңіздер де болады. Дәл осылай кесіп дайындап заготовка қойып қоямыз. Енді майымызды қыздырып, қазанға етті салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз 3-4 минут қуырғаннан кейін үстіне пияз салып, оны да қуырамыз. Кейіннен болгар бұрышы, сәбізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Болгар бұрышы замороженный түрі болса да бола береді. Енді үстіне паприка қостым, және де томатты мен тек қолдан жасалған томат істеймін. Ол қалай жасалынады десеңіздер, менің арнамда оның рецепті бар, соны қосып, үстіне картопты да қосамыз. Картопты барынша үлкенде бұқтырыңыздар, өйткені бұл 40 минут бұқтырылады да, ол кезде картоп езіліп кетпеу керек. Үстіне тұз және де роллтың приправасын қостым. Сіздер өздеріңіз қалаған ұнататын приправаларды қоссаңыздар болады. Енді үстіне су құямыз. Су қайнап тұрған болуы қажет емес, кәдімгі суды қоссаңыздар да болады. Үстіне жаңағы заготовкаларымызды жақсылап орналастырып шығып, бетін жауып, қатты отта суын қайнатып аламыз. Суы қайнағаннан кейін астын жай қойып 40 минут бойы бұқтыратын боламыз. Одан кейін осындай керемет тамақ дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сүзіп алған кезде тартуға бірінші осылай қамырын салып аласыздар да, бөлегінен ортасына картоптарын әдемілеп қойып бере бересіздер, қыздар. Өте дәмді. Қонақ шақырсаңыздар жасап көрсеңіз, қонақтарыңызға таңғалатыны сөзсіз. Осылай укроппен ұсындым мен, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.